қыздар, көрпе құраймыз. Так, примерно осындайларды құрап қойдым қазір. Сарыдан үшеу жасадым, қызылдан. Так, қыздар, мына құрақтар міне мынандайдан үшеу жасап қойдым. Примерно мынадан екеу. Қазір ойластырып жатырмын, қалай істесем екен деп. Былайынан қойып істесем ба деп. Соның орталарын мынандай кішкентайлармен жапайын ба деп, былайынан ба. Енді егер де мына жерге үш бұрышқа мынаны салсам, үш бұрышқа мынандай салатын болсам, онда басқаша жасаймын мыналарды. Қазір ойланып тұрмын соған. Мына блоктарымыз бізде так, міне 19 сантиметр. Мына жағы да 19 сантиметр. Ал мына ленталарымыз бізде 3 сантиметр. Мен осыны алып былайынан қоям да, осының бойымен бетіп сыза берем. Білесіздер ғой, уже қанша видео түсірдім. Примерно жатқа біліп алыңыз ғой, мынаны қойып бетіп сызып кесе берем. Осының жалпақтығымен. Так, 19. Егерде былайынан қойып істейін десем, бетіп қойайын десем, оған неміз 35 болып тұр. 19-да 19 немен алған кезде 17 сантиметр болып қалады екен мына нем. Тігілгеннен кейін. Астындағы мата қатты емес. Егерде қатты матаға жасасаңыздар, онда формасын сақтайды мына мата. Астындағы қашпайды. Мына мен 19 жасадым, мына 17-де 17 болып тұр. Мына жерден қарасаңыздар, міне 17-ге беріп тұр. 17-ден 17, мына жер 35, оған қатарынан былайынан істейін деп ойлағам. Екі жанынан осындай қылып жіберейін дегем. Алтынан несінен. Оған жалпақ болып кетеді екен, 75 болып кетеді екен. Содан кейін маған екі көрпеге жеткізу керек бар матаны. Сол үшін мен былай істейін деп ұйғардым. Мен алдында бір видеом болған, тағы бір құрақтар туралы. Көрген шығарсыздар ма? Так, мінекей. Мынаны бір неге былай жоғары қоямыз, мынаның несімен. Содан былай мына жерді толтырамыз. Содан мына жерді толтырамыз. Бүйтіпші. Только тоже узорлары басқаша болады, мына жерде келісетіндер. Может, мына жер тоже жасыл болып жүрем. Мына жермен бірге. Но розовый болып қала береді. Мына жағын тоже жасыл кетеді. И осылаймен. Осы ширинаны алсам, жеткілікті болады. Так, бұл жерде менде қанша болсам да 35-те 17 болсам 52. 50 болады примерно. 52 сантиметр тігіске кетеді. Сонда 50 болады жалпақтығы. Осындай болады примерно. Бірінші құрағым, бірінші көрпе. Осылай. Мына жақта розовый, екінші жағына тоже былайынан да. Мына жақта да былайынан розовый жіберіп. Или может тек қана сарылар болады былайынан. Көреміз. Так, құрастырып көреміз. Мынандай құрақты да мен көрсеткем уже, қалай құрау керек екенін білесіздер. Мына жерде жасылдан бастап, мына екі қатарды алып, потом қайттан жасыл, потом екеу, былай кете береді. Бірінші жасыл, потом екеу, потом былай кете
айта бересіздер. Мынаны да сіздер білесіздер. Мына жердегі 4 бұрышты. Центрдан міне мына цветті алдым бірінші. Соны осы цветпен бітірдім. Жасыл цвет маған мына основной фон болсын деп ойладым. Сол үшін жасыл цветті кішкене экономдау керек болды. И ортасынан бастап, егер жасылдан бастасақ, жасыл сыртында тағы бір не кетеді. Мына жерде хотя бы 3 сантиметрден эконом жасап отырдым. Так, міне мына жақта да сондай қылдым. Но бірақ негізінде мына жерде жасыл болу керек та, шетін мына жерді жабу керек та. Мына жерді полностью бүйтіп жапса жасыл болып. Сол кезде сіздер екінші, например, мына қосылған кезде көрдіңіздер ма? Екеуі қосылған кезде мына сары мен розовый екеуі бірге жабысып кетеді. Сол үшін мына жерді екеуінде жасыл қылып жібергенде мына жерді жасыл қылып былай жасыл болса, сонда мына жер законченный болып тұрады да. Енді мен жасыл экономить етудің мақсатында мына жақта жіберіп отырдым. Мен қазіргі мен ойластырып жатқан ойыма ол ештеңке емес, потому что мен былай істеймін ойын. Ештеңке болмайды енді. Кете береді. Осылай істесем. Мына жерді алып тастау керек. Мынаны жасыл алып тастау керек. Көрдіңіздер ме? И мынаны жауып тастаймыз. Сонда мынау мамасы, баласы деген сияқты. Осындай. Мына жерде, и мына жақта сарыны жасаса болады. Бүйтіп сарыны жасаса. Көреміз енді қазір қандай болады. Сіздерге көрсетемін.
Dayımıрақ па? Просто қаптай салып тұр. Оны біреу істеген екен, ол қыраған екен ғой. Мамасы болғанда. Бұның астарында ма? Сол екеуіне жеткізім. Онда сен бірақ көрпе құрайды екен, оған, е? Екеу. Сонда 4 көрпе істеп бересің ба? Байға кем? Қызына. Хадишаның матасы қақты. Хадишоқтың матасы қақты. Кішкентай. Папа от жақ қойма? Арман өзіміз бара береді. Екеуің ба? Мен де алып ба? Бармайын депсің? Баратын бармыз. Енді екеуің барсың, мен шоң бір жүрмесін бе, мен де барсың. Е. Көп ойлаймыз. Көп ойлаймыз. Қандай 6-да барамыз ба? 6-да ма, 7-де ма? 8-де болсам мен де барасың. Kesin bağız. Kesin.
Содан Бесінші еңбегін өзің келесің өге. қандай шығар? Гармонияны не бересің? Құрметті хандар, неге мынандай құрақ?
Мынаны сіздер құрағанды білесіздер. Бұл жерде мінекей. Осындай 4 бөліктен тұрады бұл. Центріне аласызда айландырып отырып тіге бересіздер, иә? Білесіздер. Содан кейін артын төртеуін бір-біріне біріктіресіздер. Бірінші екеуін біріктіресіздер, потом екеуін бір-біріне қосасыздар. Ал енді мынандай құрақты менде жоқ. Бұны қалай жасаймыз? Неке мына жағын есептейсіздер, қанша болды? Менде 35 болып тұр, иә? Содан бір 2 сантиметр көбірек аласыздар. 35 болса 37, не болмаса 40 қып алып. Мынаның өлшемін 37-де 37 сөйтіп өлшеп аласыздар. Неке мынау квадратный мата, 4 бұрышты ақ матаға тоже солайынан мынау сияқты. Осындай құрақ жасаймыз ғой біз. Сол сияқты центрін тауып аласыздар. Содан кейін айландырып отырып құрайсыздар. Біткен кезде көзін қоямыз да, соны айландырып отырып колодец жасаймыз ғой, үлкен дәу колодец жасаймыз. Кейін артынан аламыз да тура ортасынан сызамыз. Линейкамен сызып шығамыз. Содан кейін лапканың оң жағын сол лапка линияға тақап отырып тігесіз екі жағынан да. Жаңағы сызған сызықтарыңыз ортасында қалу керек. Екі жіптің ортасын кесесіздер. Сол кезде осындай жарты-жартыдан сіздерге шығады. Ал мен мынандай шеттеріне де жасадым сондай. Бұл жерде енді мына матадан, жаңа жыртыстардан жасап атқаннан кейін біз қандай мата бар, содан жасаймыз. Мынау міне 4-ке бөлінген. Мынандай бөлігі ғой оны. Бітке бөлігендегісі. Ортасындағы көзін дәу қылып жасап алсаңыздар, онда оң қылып, шымекі совсем кішкентай. Онда оң қылып жасасаңыздар, мінекі 5-5 болып тұр, басы кішкентай. Дәу қылсаңыз жақсы да. Мінекі осындай. Неше түрлі түспен жасалған көрдіңіз. Бұл енді менде қалған маталардан тіккенім. Бұны жаңағы көрпенің шетіне 4 бұрышына қойдым. 4 бұрыштарына. Соны міне бөлек-бөлек аламыз. Так, мінекі. Көрсетемін сіздерге. Мынаны бүйтіп 4 бұрыштарына қойып шығамыз. Көрпені құрастырамыз. Бұлайнан қойып алдым қырынан. Енді кішкене көбірек болады. Бүйтіп қойып шығамыз да. Бұлай қойдық. Енді нары бұрышына қоямыз. Ал мына бұрышқа қойылған 4 бұрышты, мына бұрыштан кішкене үлкенірек қыласыздар, тағы 2 сантиметр қоссаңыздар болады. Кескен кезде, потому что мына ұштары сыртына шығып тұрып тігіледі ғой. Тіккен кезде бұрышын сыртына қарай жібересіздер. Сол кезде толықтай мына жердегі неңіз дұрыс тігіледі. Егерде мына екеуінің ұшы бірдей болып тұрса, бұлайынан. Мына ұштарын бірдей тіксеңіздер, мына жерге су жіберген кезде мына құрақтың шетін тігіп жібересіздер да, содан кейін мынау бұлай ұшы көрінбей қалады да. Сол үшін мынаның кішкене көбірек бүйтіп шығарып жібересіздер. Екіншісінде құраған кезде бүйтіп салып жібересіздер. Көрдіңіздер ме? Енді жаңағы су қойған кезде ол уже мына құрақтардан кетеді, мынау 1 сантиметр матаңыз. Сол кезде мына жердің, мына құрақтың бұрышы әдемі болып, 4 бұрыш болып шығып тұрады, 3 бұрыш болып. Так, бұны құрап қойдық, е? Енді бұны қалай жинаймыз? Мінекей, бұлаймен жинаймыз. Осынан жинаймыз.
міне мынаған былай теңестіреміз. Мына бұрышпен бұрышты келтіреміз. Лайнын тігеміз. Мынаны былай тігіп алғаннан кейін қоямыз. Келесін мына жақты да бүйтіп беттестіріп, мына жағын тігіп шығамыз. Кейін мынаны тігіп алғаннан кейін уже мыналарды бір-біріне жабыстырып тіге бересіздер. Қырынан болып тұрады сонда. Қыздар, мінекей мыналарды біріктіріп тігіп алдық. Не көрдіңіз бе? Мына бұрыштарды бір-біріне келтіру керек. Мінекей. Енді шетіне мата тігеміз. Суын. Менде так 45 болып тұр. Маған 75 керек. Ар жағында 30 сантиметр, 15 сантиметрден 2 сантиметр тігіске кетеді. 17 сантиметрден кесіп аламыз екі жағына. Мінекей мен кесіп қойдым, дайындап. Начосын астыға қарай жіберемін. Мынаны бүйтіп қоямыз. Инемен түйреп аламыз. Тіккен кезде жылыш кетпесін. Астыңғы біздің құрағымыз ол созылады. Мынау созылмайды. Сол үшін не етейік? Инемен түйреп алу керек жиі-жиі. Бұлай тігіп аламыз, 1 сантиметрде тігіп шығамыз. Мінекей қыздар, бітті, көрпеміз. Көріп тұрсыздар, мынандай көзден бізде 4-еу. 4-шісі ар жағында қайырып тұр, ол көрінбейді қазір. Шетіне мынандай қостық. Жақынан көрсетейін. Міне 1 квадрат кетті. 2-ші квадрат, 3-ші квадрат, 4-ші квадрат. Мен сіздерге анам мынаның 4 бұрышын көбірек алыңыздар дегенім. Міне мына жерде көп тұстыр ғой. Ұшы шықпай қалды. Мына жақта сәл-пәл кішкене шығып тұр. Сонда да. Мына ұқсап әдемі бұрыштары шығып тұрса, әдемі болады. Осындай біткен кезі. Енді бұның астарын саламыз. Содан кейін барып мақтасын салып астына. Етек жағында міне. Түстері кішкене баспалау, сары да кеткен. Мына нені мен зебра деймін. Екі түрлі цветтен кеткенде әдемі түседі. Зебра құрақ деймін. Бірақ бұл енді колодец болып құралады ғой. Мына жерге келгеннен кейін уже бөлгеннен кейін мынау зебра болып қалады. Сол үшін мен зебра деймін. Жақсы көрінеді. Құрақтардың өңін жақсы ашады. Мына жерге ою да салып жерсеңіздер болады. Енді мына королевс, дұхавадан ою жасағым келген жоқ. Осындай. Ұнаса лайк басыңыздар, жазыңыздар. Комментарийларын жазыңыздар. Ұнамаған жері бар шығар. Қателіктерім бар шығар. Айтып кетіңіздер. Қазір мен жаңа құрақ құрудың үстіндемін. Мына жерлерге біз басқа мата қоямыз. Цветтер келмейді, сол үшін енді әрбір құрақтың өзінің өңін ашу үшін мынандай мына жерде розовый болады. Мына жақта да бүйтіп осынаған кетеді. Осы құрақты көргілеріңіз келсе айтыңыздар. Тоже саламыз видеосын.
Sağ salamatlı bolunuzlar.